8-9 жасында болған еді. Қанша жыл өтсе де әлі де есімнен кетпеді. Жаз мезгілі. Ата-анам жұмысқа ертерек кетіп қалған. Үйде менен басқа ешкім жоқ. Далада әбден ойнап келген мен теледидар алдындағы диванға жайғаса кеттім. Кенеттен қой аузынан шөп алмай, үнемі маужырап жүретін далаға шықпайтын мысығымыздың даусын естідім. Мазасы қашқан. Кенеттен ол терезеден сыртқа қарай секірді. Бұл қылығына таңғалған мен оған мән бермедім. Диванға қайтадан жайғаса кеттім. Ұйқы қысып барады. Кенеттен кіреберіс бөлмедегі қабырғадағы өзімнің қолымның көлеңкесі менің назарымды аудартты. Неге назар аудартты дейсіз ғой? Себебі ол көлеңке менің қолым қимылдағанда қимылдамады. Мен қолымды қайтадан қаттырақ сілтедім. Ал көлеңке қимылдамады. Бір кезде миыма бірден жетті. Мен отқан бөлмеде ешқандай да жарық жоқ. Ал жарық асхана бөлмесінің терезесінен түсіп тұр. Демек сонда не? Үйде біреу болған ма? Ұрып жүр ме? Терезенің сыртында ешқандай жұмыс жүріп атқан жоқ. Оған қоса біз 3-ші қабатта тұрамыз. Қолдың көлеңкесі бұрыштан сығайлап қарап тұрған секілді. Еденнен 30-40 сантиметр биіктікте. Бойымды қорқыныш пен үрей билеген мен сіресіп қатып қалдым. Есімді жинап көрпені құшағыма алып, көлеңкеден көз алмадым. Бір кезде көлеңке мен түсінбейтін белгілер мен қимылдарды көрсете бастады. Уақыт өте келе қайттан қатып қалды. Менің есімде болғаны әкем келмегенше диван үстінен түспеппін. Есіктің ашылғалы дауысын естіген кезде мен оған қарай бет алып жүгірдім. Әкеме барлық болған жайтты айттым. Көлеңкені қараған кезде ол ғайып болып жоқ. Бірақ әкем маған сенді. Әкем бұл ұры болар деген болжам айтты. Бірақ сол күні тереземіздің астында полиция патрульдері жүреді. Ал біздің тереземіздің өзі үлкен көшеге қаратылған. Мен осы күнге шейін әлі ойланып, бұл оқиға ақылға қонымды бір болжамды таба алар емеспін.